Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жұмсақ булочки пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар және де міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Осындай дәмді булочки дайындау үшін бізге ең бірінші сүт керек. Сүтті жылытып аламыз. Үстіне ашытқымызды саламыз. Қантымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Қоспалардың мөлшері описаниеде нақты жазылған. Үстіне жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Тұзымызды саламыз. Өте жұмсақ қамыр илеу үшін ұнымызды аз-аздан қосып отырып араластырамыз. Арасында сұйық майымызды қосып, қамырды толықтай илейміз. Бізде осындай қатты қолға жабыспайтындай қамыр иленді. Енді осы қамырды жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оқтаумен қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Мінекей осындай қалыңдықта жаямыз. Кейін үстіне жұқалап сары майды жағып шығамыз. Қамырымызды видеода көрсетілгендей 4-ке бүктейміз. Бүктелген қамырды тағы да біркелкі етіп жаямыз. Бізде қатпарлы қамыр дайын болды. Видеода көрсетілгендей ұзын жолақтарға бөлеміз. Булочканың формасын жасау үшін осылай ирек етіп жасап аламыз да екі ұшын бір-біріне қосамыз. Булочкаларымыз қызарып пісу үшін жұмыртқаның тек сарысын бөліп аламыз да бетіне жағып шығамыз. Әсемдеу үшін мак себеміз. 180 градуста қызарғанша 20-25 минут пісіреміз. Булочкаларымыз өте керемет болып пісіп шықты. Жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.